Иә, келе жатыр ма менің посылкам? Жақсы, күтіп алам. Иә. Ойбай, қандай әдемі салон ашайын деп жатсың ба? Иә, келіңіз, сөйлетіңіз. Осындай ашайын деп жатырмын. Қазір менің қаладан косметикаларым келеді. Сосын осында жайғастырамын. Одан кейін ашылады. Ауылдағы әйелдердің бәрі саған келетін болады ғой. Осындан бәріне айтпасам, осындай салон ашылайын деп жатыр деп. Иә, айтыңыз. Визажистерді іздеу керек. Иә, көп қой ауылда. Если что, мені те бояндырасың ғой. Әрине бояндырам. О, косметикаларым келді. Рахмет жаным. Енді мыналардың бәрін орналастыруым керек. Жайғастырып бол. Ауыр ғой тегі косметикаларын. Одан кейін салонда ашу керек. Иә, жайғастырып алайын. Мен көмектесемін. Жақсы онда. Ал болдық. Осыншама косметикалар. Иә, кейін тағы да заказать етіп алам ғой. Мені де бояндырып жіберсей. Қазір ма? Не үшін? Жай? Косметиканы көр, қалай жақсы боям екен. Жарайды. Келіндер, қалай болды салондарың? Бәрі тамаша. Косметикамның бәрі келді. Бәрі сапалы, сондай косметикаларым келді. Иә, оны орналастырып та үлгердік. Саят молодец. Шай беріп отырмас ке. Иә, енді екі келін жоқ болып кетті. Балам береді шайды. Келсеңдер шай ішіңдер. Қазір біз киімдерімізді ауыстырып келейік. Медина, шай ғой. Иә. Апа, мен ауылдан салон ашам деп мүлдем ойламаппын. Наоборот, осы ауылдан жақсы клиент келеді. Енді бізде ауылда салон вообще аз, даже жоқ десе де болады. Біздің жас кезімізде ондай салон дейтін болғандай жоқ қой. Енді ол бұрынғы заман ғой. Бірақ салон деген қалада толып тұр. Лучше осы жерде ашқан дұрыс. Иә, апа, айтпақшы, сізге бір нәрсе айтайын дегенбіз. Иә, біз ауылда қаламыз деп шештік. Дұрыс қалыңдар. Осы мен жанында жүргендерін жақсы ғой. Әлі немерелерін бағуым керек. Немере демекші. Қашан мен немерелі болам? Ойбай, апа. Айтпақшы, апа, неске айтпаппын ғой. Нені айтпадың? Менің аяғым ауыр. Айналайын. Немерелі болады екен ғой жақында. Иә, бұны өзіміз осы қалаға, осы ауылға келмей жатып, 2 апта бұрын білдік. Бұл деген жақсы жаңалық қой. Маған айтпаған дұрыс болмады, Медина. Енді тосынсый жасағым келген.